Сәлем достар, бүгін осындай өте дәмді воздушный болып пісетін ерекше пирог дайындайтын боламыз. Алдымен қамырын дайындау үшін жылы сүтке тұз, кішкентай қасықпен қант, одан кейін дрожжды салып жақсылап араластырып, бетін жауып жылы жерге алып қоямыз. Апарасы көтерілгеннен кейін оған қайтадан қант салып, жұмыртқа салып, ертілген сары майымызды саламыз. Одан кейін барып ұнды шетінен салып араластырып отырып қамыр илейтін боламыз. Ұнды толай мөлшердегі ұнды барлығын салып жібермей шетінен салып араластырамыз. Содан кейін жұмсақтау қамыр бізде шығатын болады. Жақсылап илеп, оны тағыда бетін жауып жылы жерге 1 сағаттай уақытқа алып қоямыз. Айтпақшы достар, менің рецептерім ұнап жатса, лайк басып каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Күнбе-күн жаңа рецептер түсіретін боламын, жіберіп алмаңыздар. Ал енді начинкасын дайындайтын боламыз. Творыққа қантымызды немесе сахарный пудра қосқан жақсы болып жатса, қаймақ, одан кейін бір жұмыртқаны салып, жақсылап араластырып, езілгенше дейін бір келкі масса болғанша дейін жақсылап араластырып аламыз. Бұны шанышқымен де жасауға болады. Мен шанышқымен жасадым, ешқандай блендердің керегі жоқ. Шын айтсам, достар, мен бұл пирогты бірінші рет жасап тұрмын, және отзывын қараған кезде барлығы мақтап, барлығынан да жақсы шыққан. Сол себепті сіздерден де бірінші жасағаннан шығатынына сенімдімін. Осылай болып тестамыз көтерілгеннен кейін бірден пергамент қағаздың үстіне жайып алдым да, біркелкі етіп жайып аласыздар. Одан кейін бір крышкамен немесе менікіндей жаңағы форманың домалақ пішіні болса, осылай сызып алсаңыздар, ровно сызу үшін бұл. Сосын жан-жағын осылай полоскалатып кесіп аламыз. Барлығын біркелкі етіп кесіп аламыз. Содан кейін қамырды өретін боламыз. Қазір видеода толығымен асықпай көрсететін боламын. Оп-оңай жасалады. Мінекей қараңыздар, күн сияқты болып кесіледі. Одан кейін осылай крестик құсатып өретін боламыз. Арасынан біреуін қалдырып кетіп, қараңыздар, түсінікті деп ойлаймын. Содан кейін осылай барлығын өріп шыққаннан кейін енді тығыздап осылай басып жібереміз жаңағы жерлерімізді. Сосын үстіне жаңағы творожный массамызды құямыз да, жан-жағына жұмыртқаның сарысын жағып, қызып тұрған пеште 180 градуста 30 минутта менің пешімде пісіп шықты. Ал сіздерде 35-40 минутта да пісуі мүмкін. Тек күйдіріп жібермеңіздер. Мінекей біздің пирогымыз дайын болды. Өте дәмді болып шықты. Сөз жоқ, дәмді болып шықты. Сіздер де осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіздер. Ұнайтынына сенімдімін. Қош сау болыңыздар. Келесі тәтті рецептерде кездескенше.